қарттың батыр бабамыз Бауыржан Момышұлы төртке бөледі. Сол бөлінгенде жай ақсақал дей салады, жай қарт дей салады, жай олардың ең негізгі солардың жинақтап келгенде ішіндегі шын мәніндегі мына өзінің ұрпағына, қоғамына, еліне аталық, қарттық тәлім, тәрбиесін беріп, үлгі көрсетіп отырса. Бұрын, мысалы, бір ауылды бір үлкен кісіге соған бәрі бағынатын. Бұл жөнінде қазір үйір ағайындарда үйімдары жақсы, өзбек ағайындарда сондай керемет. Сондықтан менің айтатыным, үлкеніміз болайық, кішіміз болайық, өзіміздің қарттарымызды, қарт емес, өзіміздің әкелерімізді, аталарымызды, үлкендерімізді қадірлейік, қастерлейік, сыйлайық, сыйласайық. Қазақтың сіз бізден Құдай ажыратпасын, соны қадірлей білейік. Мемлекет басшысы егер осылай қадірлеп жататын болса, ол мемлекет басшысынан бұрын біз өзіміз қадірлеп, қастерлеп, қарттар үйі дегенде болмасын. Мына қарысыз мемлекетте деп жатыр ғой қазір ненің Аманат партиясының құрған. Сол сияқты мен қарттар үйі болмайтында етіп бір-бірімізге қамқорлық. Қазақ деген Қазақстанға қаншама ұлттың өкілін әкеліп тоғытқанда да қабақ шытпай соның барлығына жан дүниесін түсінді, ас тұзын ұсынды, мен сияқты қанаттанып ұямыздан ұшырды. Міне қандай. Сондықтан да біз қарттарымыздың жан дүниесін ұғып түсініп, соларға қолымыздан келген барлық қамқорлықты жаса, еліміз, жеріміз тыныш болсын, қарттарымыз аман болсын. Мына Қазақстан деген еліміз гүлдене берсін. Өркен ниетті елден мен теңелсін де демеймін, озып түсін деп соны айтамын да, тұтас болсын байтақ қазақ даласы, аман болсын әрбір адам баласы, тыныш болсын өмір сүрген заманымыз, құтты болсын, сәтті болсын сіздердің мына қадамдарыңыз. Әумин, көп рахмет.